Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін сіздерге дәрісті жүргізетін қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Салыбекова Бибігүл Есімханқызы. Біз сіздермен 9-шы сыныпта қазақ тілі пәнінің адам құқығы мен бостандығы бөлімінен адам құқығы мемлекеттің басты қуаты тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың мақсаты әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау. Салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіру. Бағалау критерийі: мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстырады. Салалас құрмалас сөйлемдердің түрлерін ажыратып, түрлендіреді. Оқылым алды тапсырмасынан бұрын сұрақ қою тәсілі бойынша төмендегі сұрақтарға жауап береміз. Әрі бүгінгі сабақтың тақырыбы бойынша ой салатын боламыз. Бірінші сұрақ: қоғамда адам құқықтары мен бостандықтары қажет пе? Екінші сұрақ: адам құқығы мемлекеттің басты қуаты деген сөзді қалай түсінесіздер? Үшінші сұрақ: зайырлы мемлекет болу үшін адам құқығын сақтаудың маңыздылығы неде? Осы сұрақтарға жауап беру үшін бір сәт болса да ойланып көрейікші балалар. Білім алушылар, сіздерге қазір оқылым тапсырмасы беріледі. Екі тақырыпта мәтін ұсынылады. Сол мәтін бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Дескриптор: мәтінді мұқият оқиды. Мәтіндегі негізгі ойды анықтайды. Мәтін мазмұндық сипатына, құрылымына мән береді. Тақырып бойынша пікірін білдіреді. Оқылым тапсырмасын орындамас бұрын сіздер А мәтініне басты назарды аударып мән берейік. Адам құқығы мемлекеттің басты қуаты. Екінші Ә мәтіні: оқыған азамат. Осы мәтіннің мазмұнына мән беріп оқимыз. Білім алушылар, сіздерге берілген А мәтінімен және Ә мәтінінің мазмұнымен танысып, түсініп алсаңыздар, бірінші тапсырма беріледі. Тұжырым кестесі арқылы жұмыс жасаймыз. Көрсетілген сызба бойынша мәтіндердің құрылым мен рәсімделуін, жанрлық ерекшелігін топ ішінде талдаңыз. Тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстырыңыз. Ұсынылған екі мәтіннің ұқсастықтары мен айырмашылықтары бойынша тұжырым кестесіне мәтін тақырыбы, формасы, жанры, мақсаты, аудиториясы, мазмұны, стилі, тілі бойынша сөз, сөйлем, мәтін түріне талдау жасау қажет. Бұл тапсырманы орындау үшін дескрипторға мән береміз. Дескриптор мәтіндердің ұқсастығын анықтайды. Мәтіндердің тақырыбы мен қызметіндегі айырмашылықты көрсетеді. Құрылымы мен тілдік ерекшеліктерін салыстырады. Екі мәтіннің ұқсастығы мен айырмашылығы бойынша тұжырым кестесін өз нұсқаларыңызбен салыстырыңыздар. Ықтимал жауаптар: А мәтіні: адам құқығы мемлекеттің басты қуаты. Формасы жағынан: жазбаша баяндау. Жанры: мақала. Мақсаты: ақпарат беру. Аудиториясы: жалпы аудиторияға кең шеберді оқырмандары бар танымал газеттерге арналған. Мазмұны: бүгінде барлық мемлекет адам құқығы мен бостандығын қорғап, кепіл болатыны мемлекеттің басты тірегі екені айтылады. Стилі: публицистикалық стиль түріне жатады. Тілі: кәсіби тіркестер, жай сөйлем, абзац құрылымы бар. Ал екінші мәтін Ә мәтіні: оқыған азамат. Формасы жағынан жазбаша баяндау,
жанры жағынан әңгіме, мақсаты тәрбиелеу, аудиториясы түрлі топтарға арналған, мазмұны бір отбасындағы тіршілік жағдайы бейнеленді. Стилі көркем әдебиет стиліне жатады. Тілі экспрессивті, эмоционалды сөздер және құрмалас сөйлемдер бұл мәтінде кездеседі. Екінші тапсырма сәйкесін тап тәсіл арқылы орындалады. Берілген кестедегі сөйлемдердің салалас құрмалас сөйлем түрлеріне қарай ажыратыңыз. Дескрипторы салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажыратады. Салалас құрмалас сөйлем түрлеріне мысалдарды қосу таңбасымен сәйкестендіреді. Берілген кестедегі сөйлемдердің салалас құрмалас сөйлем түрлеріне қарай сәйкестігін өз нұсқаларыңызбен тексеріп көріңіздер. Ықтимал жауаптарды ұсынамын. Бірінші сөйлем. Қазақстан Республикасында Конституцияға сәйкес адам құқықтары мен бостандықтары танылады және оларға кепілдік беріледі. Бұл ыңғайлас салалас сөйлем. Америкалықтар алғашында адам құқығы туралы сөз қозғаған жоқ, бірақ өздері жоғары бағалаған бостандық туралы айтады. Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем. Адам құқықтары ең жоғары мәдени құндылықтардың бірі, өйткені олар барлық қоғамдық даму процестерінің ортасына тұлғаны қояды. Себеп салдар салалас құрмалас сөйлем. Менің заңға бағынатыным сонша, оларды үнемі сақтап жүруге тырысамын. Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем. Адам құқықтары мен бостандықтарын олардың қалай қорғап қалуды білуі керек. Әйтпесе құқықтық тетіктердің тиімділігі туралы айтудың мағынасы болмайды. Талғаулы салалас. Адам өз қалауы бойынша азаматтықты біресе қабылдап, біресе одан бас тарта алмайды. Кезекте салалас құрмалас сөйлем. Балалар, тапсырма сіздерге түсінікті болса, өз жауаптарыңызбен қарай, ыңғайлап, жұмысты нақтылап қойыңыздар. Жеңіл, қиын, білу тәсілінде білім алушылар осы сабақ бойынша жасаған әрекетіміз арқылы өзін-өзі бағалап, немесе өзін-өзі тексеріп, рефлексия жасап көрейік. Мен үшін жеңіл бағанына осы сабақта сіз үшін орындауға жеңіл болған тапсырманы жазыңыз. Мен үшін қиын бағанына осы сабақта сіз үшін орындауға қиын болған әрекетті жазыңыз. Мен білсем деймін бағанына осы сабақтың тақырыбы бойынша нені білгіңіз келетінін, нені үйренуді қажет деп санайтыныңызды жазыңыз. Келесі кезекте білім алушыларға үйге тапсырма беріледі. Үй жұмысына көркем әдебиеттен адам құқықтары мен бостандықтарына байланысты мысалдар тауып жазып, салалас құрмалас сөйлемнің жалғаулықты, жалғаулықсыз түрлеріне қарай ажырат. Білім алушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.